Бауырлар, мынандай пікірлерді көрген кезде білесіздер ме, менің ойыма қандай тәмсіл келеді. Мынау адамның денесіндегі ағзалар бұл бір халық іспетті. Мысалы, ми бұл интеллектуалды жұмыстармен айналысатын, ғылыми жаңалықтар ашатын негізгі күш, негізгі катализатор. Ал енді ол дұрыс жұмыс жасау үшін қалған ағзаларға тәуелді да. Мысалы, асқазан дұрыс ас қорытпаса, бүйрек дұрыс қан тазартпаса, домалақ без дұрыс ұйқы гормонын, яғни мелатонинді бөлмесе, онда адамның ағзасы бұзылады. Сәйкесінше ми дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан миға басқа ағзалар көмектеспесе, онда ми ғылыми жаңалық аша алмайды. Яғни кемедегілердің жаны бір деген сияқты, бұлардың бәрінің тағдыры бір-бірімен байланысқан, астасып жатыр да. Сондықтан егер ми айтса оларға: ей бауырларым, мен жаңалық ашу үшін сендердің көмектерің керек, бәріміз бірігейік деген кезде, жаңа асқазан немесе басқа да ағзалар былай деп жауап берсе егер оған: бізде не шаруаң бар? Ең ақылды болсаң өзің аша бермейсің бе ғылыми жаңалығыңды десе, бұл дұрыс емес. Сол себепті Ньютонның да керемет сөзі бар: егер мен алысты көре алсам, онда мен алыптардың иығында тұрғандығымнан дейді. Егер мағынасын түсінсеңіздер, өте керемет философиялық дәйек сөз. Яғни Ньютон өмірге келу үшін оған дейінгі ғалымдардың еңбегі септігін тигізді. Олар кім? Коперник, Галилео және оған дейінгі қаншама ғалымдар. Солардың ғылыми еңбектері нәтижесінде Ньютонның шығуына келіп әсер етті. Тура сол секілді Генри Форд көлік саласында, жалпы көлік өндірісінде революция жасаған алғашқы өнертапқыш. Оның конвейерлік жүйесі болған, көлікті өте арзан және жылдам шығаруға арналған. Ал енді Генри Форд аспаннан салбырап түскен жоқ қой өзінің ғылыми жаңалығымен. Оған дейінгі қаншама ғалымдардың еңбектері оның осы ғылыми жаңалығын ашуына, жалпы өнертапқыш атануына септігін тигізді. Олар кімдер? Подшипникті ойлап тапқандар, токарлық станокты, білдекті ойлап тапқандар деген сияқты, мысалы темірді балқытуды ойлап тапқандар, мотордың жұмысы деген сияқты. Әр бөлшекті әр ғалым жеке-жеке жасаған және соның нәтижесінде солардың барлығын алды да Генри Форд біріктіріп конвейерлік система жүйені ойлап тапты. Яғни көлік өндіріс саласында революция жасады. Егер оған дейінгі ғалымдардың еңбегі болмаған кезде, онда Генри Форд немесе Ньютон өмірге келмес еді. Сол себепті кемедегілердің жаны бір дейді. Ал енді неге қазақтан ғалымдар шықпайды, неге жаңағыдай өздерің істей бермейсіңдер деген сияқты пікір айтатындарға айтарым: егер сен бір нәрсені білмейтін болсаң, ол жоқ деген сөз емес. Егер сен бір нәрсені көзіңмен көрмей жатсаң, немесе оның бар екеніне дәлелің болмай жатса, ол жоқ деген сөз емес. Мысалы, қазақта Уалбай Өмірбаев деген математик ағамыз бар. Әлемде шешімін таппаған математикалық есепті шығарған, әлемді мойындатқан кісі. Қазіргі таңда әлемнің үздік университеттерінің бірінде ақш-та ғылыми жобасымен айналысады. Асқар Жұмаділдаев деген ағамыз бар. Одан бөлек қаншама жас ғалымдар бар. Олардың барлығын мынау Арман Сүлейменов деген бауырымыз басқаратын N-Factorial подкаст бар. Сол жерде спикерлердің барлығын қарап шығатын болсаңыздар, олардың ғылыми жобалары қандай істермен айналысып жатыр, қандай іс-әрекеттер арқылы әлемді мойындатып жатыр деген сияқты. Солардың бәріне көз жеткізесіздер. Қазақта ғалымдар жетеді, біздің потенциалымыз бар. Сол бар потенциалымызды 2 есе, 3 есе, 10 есе арттыру үшін біз барлығымыз жұмылып, бір ағзаның жұмысы секілді бәріміз бірігуіміз керекпіз. Кемедегілердің жаны бір дегені осыдан шығады. Яғни мұны ұжымдық сана деп атайды. Бір ғылыми жаңалық шығу үшін, онда бүкіл халық болып әрекеттесу керек.